Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі пайдалы салат түрін ұсынбақшымын. Сіздер де жасап көріңіздер, яғни осы қызылшадан жасалынған салат түрін ұсынбақшымын. Ең алдымен қызылшаларымызды суға асып алатын боламыз, және де бізге жүгері қажет болады, және осындай майонез, тұз, бұрыш қажет болады дәміне қарай. Ең алдымен осы қызылшамызды теркадан өткізіп алатын боламыз. Осылайша ұзынша етіп, видеода көрсетілгендей қылып теркадан өткізіп алатын боламыз. Мінекей достар, енді салатымызға жүгеріні қосатын боламын. Жүгеріні суымен бірге қосамын. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш саламын. Және ең соңында осы майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламын. Бұл салатымызға негізінде жаңғақ қоссақ та болады. Басқаша түрлі қылып жасауға да болады, яғни тауық етін, болмаса асылған етті де салып жасауға болады. Мен осылай жүгерімен бірге жасадым. Барлық салатты осылай араластырамыз. Мінекей достар, біздің тез әрі дәмді, әрі тойымды және де пайдалы салатымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.